Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым. Келе оқиық айдарының бүгінгі шығарылымында Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесі бойынша талқылаймыз. Бүгін бізде қасымда оқушым Арайлым отыр. Арайлым әңгімені өзіне ерекше ұнаған екен. Ерекше ұнаған сәттерімен, жалпы әңгіменің желісімен, мазмұнымен қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Яғни бұл Тортай мінер Ақбозатта Ұлы Отан соғысында болған оқиғалардың бәрі суреттеліп көрсетілген. Және де бұл әңгімеде Тортай әке-шешесінен жетім тез ерте айырылғаны туралы айтылған. Және де осы ерте айырылу себебі, яғни осы Ұлы Отан соғысының кесірінен. Сосын бұл шығармада яғни өзінің міналма кеткен Ақбозатын өзінің досына беруі туралы айтылған. Жақсы, Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі жағдайы бұл жерде болып жатқан. Тортайдың жетім қалуы, бір аталас туыстарының үйінде өмір сүруі, жалпы екі достың арасындағы жағдай ғой, ең бастысы нәрсе бұл жерде, жақсы. Бізде әңгіменің атының өзі ерекше, Тортай мінер Ақбозат. Тортайдың арманы орындалды ма? Жоқ. Не себепті арманы орындалмады? Себебі бұл Ұлы Отан соғысының кесірінен де, және де ол Тортайдың әке-шешесінің жоқтығынан да болды. Жоқтығынан, жалпы жетімдіктің салдары, Ұлы Отан соғысының салдарынан осы арманы орындалмай қалды. Енді сізге осы әңгіменің атауын өзгерту берілген жағдайда Арайлым, қалай атауын өзгертер едіңіз? Егер де маған осы әңгіменің атауын өзгертетін болсам, мен орындалмай кеткен армандар деп өзгертер едім. Орындалмай кеткен арман, яғни Тортайдың арманы орындалмай кетті. Жақсы. Әңгімені, кез келген әңгімені біз оқыған кезімізде бізге ерекше әсер ететін тұстар болады. Көңілімізге қуаныш сыйлайтын, көңілімізге мұң сыйлайтын тұстар болады, кез келген әңгімені оқыған кезде. Сізге ерекше әсер еткен тұсы қай тұс бұл жерде әңгімедегі? Маған осы әңгімедегі ең ерекше еткен тұстар, яғни бұл әңгіменің соңы болды. Яғни бұл әңгімеде Тортай, яғни өзінің досына амандасуға келгенімен досы аяқ қолы істемей қалған адамдар құсап, диванның үстінде жатып, Тортайға барып амандаспауынан мен үшін ең қатты ерекше болған тұстар осы жер болды. Ерекше әсер етті әңгіменің соңғы жағы, Яғни Ораш Тортай досы келген кезде оның алдынан күліп шығып қарсы алып сәлемдесе алмады. Оған Ораштың, яғни досының өзінің ұяты, ары, намысы жібермеді. Арайлым, сонда бұл жердегі айтатын болсақ, яғни Тортай досының арманның орындалмай кеткеніне Ораш өзін бір кінәлі адамдай сезінді, басты нәрсеміз, Жақсы, енді Тортай бізде ерекше кітап оқитын бала еді әңгімедегі. Кітапты ерекше жақсы көрді, айналасындағы балдарды жинай отырып, кітап оқуға үйретті, Жақсы. Өзіңде қазір бірнеше кітаптарды оқып жүрсің. Кітапты оқыған кезде өзімізге нені аламыз? Бізге кітап не береді, нені үйренеміз? Мен кітаптан көбінесе осы кітаптағы адамдардың мінез құлықтары, яғни осы адамдардың ішінде болып жатқан нәрселерді мен өзіме қатты ерекше аламын. Үйренетін тұстарымыз осы, және де біріншіден, ең біріншіден кітап біздің сөздік қорымызды, сөздік байлығымызды көбейтуге бірден, бір себебі осы кітаптың көмегі өте зор. Жақсы, енді жазушы болсақ, тағы да қиялдап көрейік, бір сәт. Жазушы болсақ, Тортай мінер Ақбозат, яғни Тортайдың арманы әңгіме бойынша орындалмай кетті арманы. Енді өзің жазушы болсаң, болашақта әңгімені қалай аяқтар едің? Егер де мен жазушы болсам, осы әңгімені мен, яғни досы Тортайға барып көмектесіп, яғни өзімен қатарлас етіп, бірдей жұмыс жасап жүріп, және де өзінің Тортай мінбей кеткен Ақбозатына досы мінгізіп кетуі туралы сонда сөйтіп бітірер едім. Яғни барлығы бақытты болады, Тортайдың арманы орындалады, Тортайдағы барлық қиыншылықтан оның досы не қылады? Алып шығады, көмектеседі. Жақсы. Бала қиялы осындай болды бүгінгі айдарымыздағы. Біз өз баланың қиялымен әңгімені осылай аяқтадық.